Бәріне сәлем. Қайната қайнағамен бірге тұратын келіннің бір күні қалай басталады? Бірінші часть қабыл алыңыздар. Ең әуелі менімен бірге гидреде өзіме таңертең ұйқымыздан тұра сала орамалымызды тағамыз и униформамыз киіп алып таңғы асқа кірісеміз. Бала-шағама барлығына таңғы асын беріп, сосын қайнатамды тұрғызып, беті-қолын жуып, шайындырып, столдарын қойып, кашасын, нанын, жаңағыдай барлық шайларын әкеп бердім. Әрі қарай өзі ішіп, жей берсін деп, содан таңғы астың орнын барлығын жуып тазалап алайын деп шештім. Өзім на ходу шайды ішіп кете беремін, себебі уақыт жоқ бізде. Сөйтіп вареньеларды барлығын салып қойдым. Неке балалар деген бүкіл жерді бүлдіріп кеткен. Содан демалмастан бірден түскі асқа кірістім. Бізде түскі асқа мясо по-французски. Бұны негізі мен 3-ші рет істеп тұрмын. Анда-санда істеймін, көп істемеймін. Осы жолы қаймақ және майонезбен салмасын сөйтіп дайындап көрдім. Сосын укроп бар етін, сол сырап болмасын деп оны да қосып жібердім. Неке картошка, майонез, қаймақ, одан фарш және де сәбізді теркадан өткізіп, үстіне майонезді осылай қойып пешке салып қойдым. Енді пока пісе берсін деп оған шейін жаңа тамақпен бірге шай ішкенге осындай творожный пирог істеп тастадым. Үйде творог бар етін күшлеп тұрып дайындап, бұл пирогты да сепечкаға пісіруге жібердім. Неке тамағымыз дайын болды, өте дәмді, керемет болып шыққан ғой. Енді қайнағам қарап, аппетитно, тез жесем екен деп отырған жерде. Сөйтінде тез қазір обедті бірге ішеміз дедім де дайындап ыстықтай салып, атамдікін суытып қойдым да жүгіріп барып бірінші очередь атаға шаймен осы тамағын беріп келдім. Дальше отбасымызбен отырып өзіміз обед ішіп алдық. Енді қарынға бірдеңке барғаннан кейін мына бардактың барлығын жуып тазалау керек қой. Ештеңке жақпай жатыр. Видеоның жалғасы қызық болса комментарияға жазып кетіңіздер. Ертең екінші частьті шығарам.